Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айнұр Аңламасова. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы Республикалық Ұлан газетінің қалай жас тілшісі атануға болады. Осы сұраққа жауап іздейтін боламыз. Кеттік. Әуелі газет жайында. Республикалық балалар мен жасөспірімдер газеті Ұлан газетінің тарихы сонау 20 ғасырдың 30 жылдарынан басталады. Тарихта оны белгілі қаламгерлер Фариза Оңғарсынова, Сұлтан Ғалиұлы сынды қаламгерлер басқарғаны белгілі. Ал қазіргі таңдағы бас редактор Жадыра Нармаханова апайымыз. Газет аптасына бір-ақ рет жарық көреді, және бұл газетке Қазақстанның түкпір-түкпірінен балалар мен жасөспірімдер хат жазып тұрады. Бұл материалдар, яғни сұхбаттар, мақалалар тегін жарияланады. Сондай-ақ айта кететін нәрсе, яғни сіз мақалаңызды жариялағыңыз келсе, Ұлан газетінің электрондық поштасына жібересіз. Яғни жұмысыңыздың астына аты жөніңізді, оқушы болсаңыз мектебіңізді, қай қаладансыз, сол деректерді жазып жіберсеңіз болғаны. Сонымен қатар Ұлан газетінің ресми Instagram парақшасы «Баламен дана» деп аталады. Жазылып қойсаңыз болады. Ал Ұлан газетін қалай алуды ойлайтын адамдар да бар. Яғни бұл әрине Ұлан газетін алу үшін, яғни Қазпоштаға барып жазыласыз, немесе PDF нұсқасына жазылуыңызға болады. Мен қалай Ұлан газетімен таныстым, қалай жас тілші атандым? Мен 10-шы сыныпта, яғни журналист болам деп шешім қабылдағаннан кейін, бірден мақалаларымды газет-журналға жібере бастадым. Яғни Ұлан газетімен осылайша таныстым. Газетке, яғни оның парақшасына жазылғаннан кейін, қалай жіберу керек мақаланы, қандай мақала жазу керектігін барлығын көріп шықтым, зерттедім. Газетке жазылғаннан кейін келген авторлардың жұмыстарын оқыдым, газетті алып оқыдым. Яғни Ұлан газеті, мінекей. Осы газетке жазылып, яғни маған келе бастады, оқи бастадым. Алғашқы менің жарық көрген мақалам, яғни құрмет тұтар өзіңді барша ғалам, яғни ұстаздарға арнаған мақала болатын. Яғни ол ішінде өлең болды, жарық көрді 2020 жылы. Осылайша бос уақытымда мақала жаза бастадым. Кейде өлеңдерімді де жіберіп қоям, яғни шабыт келмесе, қандай тақырыпта жазарымды білмесе. Осылайша бір жылдың ішінде, яғни 20-дан астам мақала жаздым. Бір жылдың ішінде мен жас тілші куәлігіне ие болдым. Яғни ол менің белсенділігімнің арқасы, және менің мақалаларымның қызықты тақырыпта болғандығы, осы факторлардың әсерінен мен жас тілші куәлігіне ие болдым. 2020-дан 2021 жылға қараған күндері, яғни жаңа жыл келді деген секілді, сол кезде бізде ең алғаш авторларға мен жаңадан қосылдым. Сол кезде бізге редакция тарапынан осындай сыйлық жіберілген болатын. Сөмке және бас киімімен. Мен өте қуанышты болдым. Мен бұндай сыйлықтарды алып көрмегем. Осындай жаңа таныстық, жаңа достар, жаңа авторлар, олардың барлығымен енді танысып, ағай апайлармен өте ерекше сезімде болдым. Маған Ұланның жіберген алғашқы хаты да менде сақтаулы, пошта арқылы келген сыйлықтарды алдық. Ал бір жыл өткеннен кейін, яғни арада бір жыл өтті, және мен яғни өз тәжірибе жинадым, қандай не жазу керектігін, қызықты қандай мақалалар жазу керектігін, сұхбатты қалай алу керектігін барлығын үйрендім. Яғни осы Ұлан газетінің арқасында мен өзімнің журналистикаға басқан қадамдарымды нықтай түстім. Яғни қалай жазу керек. Яғни газет бұл алғашқы мектеп, бастауыш мектебі деп айтсақ та болады. Журналистикаға қадам басқан адамдардың ең алғашқы жазу стилін қалыптасуына осы газет, журналдар ең бірінші үлкен септігін тигізеді. Және осы бір жыл салып араға мен алған сыйлықтарым, яғни бұл алғыс хат болды Ұлан газетінің тарапынан, яғни редакциядан, және 2022 жылы жетістікке жететін адамның күнделігі, және ең күшті сыйлық ол әрине жас тілші куәлігі. Бұл куәлікті әрбір Ұлан газетіне жазылып, оған мақала жазған, оның автор болған, белсенділік танытқан, әрбір журналист болғысы келетін, және осы журналистикаға қызығатын жандардың арманы, яғни жас тілші куәлігіне ие болу. Бұл жас тілші куәлігі осы оқуға түскеннің өзінде өте көп рөл атқарады. Яғни біз Ұлан газеті, яғни жас тілші деген куәлікті анау-мынау адамға бермейді ғой, яғни соған лайықты адамдарға береді. Яғни бұл жас тілші дегеніміз, бұл сен қай қалада болсаң, сол қаланың тілшісің. Яғни сол қаладағы ақпараттарды, сол қаладағы дарынды оқушылардың жетістіктерін, қызықты кейіпкерлерді сен осы республикалық осы газетке жариялайсың. Яғни сен сол қаладағы газеттің айнасысың деген сөз.
Мінекей осылайша біз Ұлан газетінің жас тілшісі атандық. Мінекей алдық сыйлықтарды. Одан кейін жас тілшілер форумынан түрлі сыйлықтар берді, кітаптар берді. Енді олардың барлығын айта берсек өте керемет. Жалпы айтқанда мен осы Ұлан газетімен дос болғаныма, Ұлан газеті сынды рухани әулетпен танысқаныма өте қуаныштымын. Жаңа достар таптым. Қазіргі таңда осы журналистикаға аяқ басып бірінші курсқа өткелі отырмын. Бұйырса, бұдан да көп мақалалар жариялаймын деген ойдамын. Прогресс бар. 2 жыл бұрынғы Айнұрдың жазғандары мен қазіргі Айнұрдың жазғандары 2 бөлек дүние. Яғни бұл газеттің арқасы. Ұлан газетіне шексіз алғысымды білдіремін. Ұланға жазылайық достар. Соны айтқым келеді.